Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сыпайылық. Бүгін сендер сыпайылық әдебімен танысатын боласыңдар. Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайсыңдар. Жазба жұмыс жасап, сұраққа жауап бересіңдер. Балалар, қоғам дегеніміз не еді? Есімізге түсірейікші. Қоғам бірлескен адамдар ортасы. Қоғамдық орындарға, мысалға, автобус жатады, я? Автобуста, яғни қоғамдық орындарда өзін-өзі дұрыс ұстаудың белгілі бір ережелері бар. Оны әдеп деп айтады. Әдепті болудың кейбір ережелерін сендер күнде орындап жүрген боларсыңдар. Мысалға, оларға қоғамдық көліктерде үлкен адамдарға орын берулерің. Бұл әдептілікке жатады. Қарт адамдардың жолдан өтуіне көмектесулерің, бұл да әдептілікке жатады. Бөлмеге үлкен адам кіргенде орнынан тұру, бұл да әдептілікке жатады екен. Әдепті, сыпайы адам ешқашан айналасындағы адамдарға жайсыздық туғызбайды екен. Ондай адамның мәдениеті жоғары саналады. Енді мына сұрақтарға балалар, өз беттеріңше жауап беруге тырысыңдаршы. Әр адамның бойындағы әдептілікті қалай бағалауға болады? Әдепті адам қандай болу керек? Сенің көзқарасың қандай? Ойланып, жауап беруге тырысыңдар. Енді балалар, мысалға, сендер кітапханаға бардыңдар деп ойлайық. Кітапханадан қызықты кітап алғың келді. Алдыңнан кім шығады кітапханаға кіргенде? Кітапханашы. Ол кісіге сен не айтар едің? Ойланшы, кітапханашыға не айтар едің? Дұрыс жауап бердің деп ойлаймын. Енді қарт адамдарға орын бересің бе? Қоғамдық орындарда. Ондай жағдайда қандай сөздер айтар едің? Қарт кісіге. Үндемей орнынан тұрып кетесің бе? Жоқ. Мұнда отырыңыз ата. Деп айтар ма едің? Не айтар едің, кәнки? Өз ойыңды айта қойшы. Дұрыс айттың деп ойлаймын. Өте жақсы. Балалар, олай болса, келесі суретке назарымызды аударайық. Суретте балалар әдеп ережесін сақтай білді ме? 3 түрлі сурет берілген. Бірінші суретте балалар доп ойнаған сияқты, я? Бір бала жылап тұр, екі бала ол балаға қарап мазақ етіп күліп тұр. Бұл балалардың іс-әрекеті әдептілікке жата ма? Әдеп ережесін сақтады ма? Жоқ, сақтамады. Ал келесі суретте итті, жануарды қорлап, суға тастап, тас лақтырып жатыр балалар, күліп, мазақ етіп жатыр. Бұлар әдеп ережесін сақтады ма? Жоқ, әдепсіздік жасады. Жануарды осылай қорлауға болады ма? Болмайды, әдепсіз балалар екен, я балалар? Ал келесі суретте автобусты көріп тұрсыңдар. Автобусқа мінген әжейге ұл бала не деп тұр? Мұнда отырыңыз деп орын беріп жатыр. Бұл бала әдеп ережесін сақтады ма? Я, әдептілік ережесін, әдеп ережесін сақтай білді. Өте жақсы. Ал енді әдеп ережелерін қалай сақтаймыз, балалар? Мысалға, жолда келе жатсың. Қасыңнан өтіп бара жатқан үлкен кісі, кім болсын, әже болсын, ата болсын, үлкен кісілердің бірі қолындағы заттарын шашып алды. Сен не істер едің? Бірінші суретке қарайықшы, мына бала әжеге көмектесіп жатыр. Сен де солай жасар ма едің? Я, балалар, әжеге көмектескен, яғни үлкен кісілерге көмектесу, бұл әдептілікті, әдеп ережелерін сақтағанымыз болып саналады. Төмендегі суретке қарайық. Ата әжесіне қыдырып келген балалар ең бірінші не істеді? Сәлем беріп тұр.
әдеп ережелерін сақтай білді. Келесі сурет. Автобустағы ұл балаға қараңдаршы. Қария кісіге орын ұсынып тұр. Бұл балада әдеп ережелерін сақтай білді. Төменде тағы да бір сурет тұр. 4-ші суретке қарайықшы. Ұл бала үлкен кісіге көмек беріп жатыр. Шелегіндегі суын алып, өзім жеткізіп беремін деп ұсынып тұр. Өз әдепті екенін балалар көрсетіп тұр. Әдепті екен. Яғни біз балалар осылай әдеп ережелерін сақтай алады екенбіз. Келесі суретке қарайық балалар. Екі ұлды көріп тұрсыңдар. Бірінші суретте ұл бала не істеп жатыр? Ағашты суғарып жатыр. Екінші суретте ұл бала ағашты сындырып жатыр. Қай бала әдепті, қай бала әдепсіз? Әрине, суғарып, өсімдіктерге қамқор болып жатқан баланы біз әдепті бала деп айтамыз. Әдепсіз бала жағымсыз іс-әрекеттер жасайды. Қараңдар, ағашты сындырып, жан-жағына жамандық жасап жүреді екен. Сонымен балалар, мынау мақал-мәтелге қараңдар. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Әдепті бала, арлы бала дегеніміз қалай түсінесіңдер? Әдепті баланы жан-жағындағы адамдардың бәрі жақсы көретін болады. Ал әдепсіз баланы кім жақсы көрсін? Әдепсіз баланы ешкім жақсы көрмейді. Ондай баланы сорлы бала деп айтқан екен. Енді балалар, естеріңде болсын. Өзіңмен сөйлескен адамды зейін қойып тыңдау керек. Сыпайылық пен мейірбандық сақта. Сөйлескенде айтар ойыңды асықпай, даусыңды көтермей, анық әрі түсінікті жеткіз. Сыпайы, әдепті, инабатты болудың асыл қасиеттерін үнемі есіңде ұста. Осы сөйлемдерді балалар дәптерімізге көшіріп жазып аламыз және есімізде сақтаймыз. Енді күн шуағы әдісі бойынша ойын ойнайық. Күннің ортасына тұрған сенсің. Сонымен сен қандайсың? Әдептісің, тәртіптісің, инабаттысың, қамқорсың, тіл алғышсың, ақылдысың, мейірімдісің, сыпайысың. Осы жақсы қасиеттердің бәрін бойына сіңірген бала күн сияқты жарқырап жүреді екен. Шуағын шашып жүреді екен. Олай болса балалар, осы қасиеттерді бойларыңа сіңіріп алыңдар. Үйге балалар 10-11 бетті берілген сыпайылық туралы, әдептілік туралы сұрақтарға жауап бересіңдер, әңгімелейсіңдер және есіңе сақта. Сарымен берілген қоршаудың ішіндегі сөйлемдерді дәптерге көшіріп жазасыңдар.